Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli dostlar, бүгінгі кездесудегі негізгі мақсатымыз ауданымыздың жастардың арасында отансүйгіштікке, адамгершілікке, жастар тәрбиесі және де теріс пиғылды діни ағымдардың алдын алу, спортқа баулу, осы жастарымызды намысты етіп өсіру мақсатымен кездесу ұйымдастырылып отыр. Осы кездесуді Алла баршамызға қайырлы етсін. Осы жердегі айтылған жақсы сөздердің баршасы жүрегімізге сіңіп, елге, халыққа қызмет ететін үлкен азамат болып өсуді нәсіп етсін. Осы біздің кездесуімізге өзіміздің қазақтың батыры, ережесіз жекпе-жектен әлемнің 3 дүркін чемпионы және де Ардақ Назаров ағамыз, бауырымыз келіп отыр. Сол сіздерге жақсы насихаттарыңыз, жақсы Алла қаласа осы жиынымыздың қайырлы өтуін Алла баршамызға нәсіп еткен болсын. Тыңдаймыз, бір ауыздан барлығымыз. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, інілерім, қазақтың батырлары. Бұрынғы батыр боламыз ба? Болмаймыз ба? Батырлар келіп тұр ғой. Алла разы болсын. Әрбір күніміз берекелі болсын, аман болайық, елімізде тыныштық болсын, береке болсын, рухы мықты, текті, иманды жігіттер көп болсын, елін қорғайтын азаматтар көп болсын. Мінекей, өздеріңізбен осы кездесуді ұйымдастырып жатқан жігіттерге рахмет. Алла разы болсын. Мен де ауылдың баласымын. Мен де ауылда өскен. Мен де көкпарға шапқам. Мен де бәйге шапқам. Аттарым болған небір Қаратөбел деген жаңағы әртүрлі жирен қасқа деген. Сол аттарыммен шауып, бәйге шауып, Аллаға шүкір. Міне бүгін өздеріңізбен жүздесіп отырмыз. Оның бәрі Алла Тағаланың қалауы. Қазақ айтады, дәм айдазда қалма деп, ризық несібеміз ошақтан екен. Көп рахмет. Барлық балада арман болады. Кішкентай кезінде менің де арманым болатын. Анам ең алғаш 5-ші сынып оқып жүргенде 4 оқығанда мені мектепке алып барған, спорт мектебіне. Біздің ауылда тек қана күрес болатын, грек-рим күресі. Соған апарып берген, ауылда өстік. Анамның арманы болған екен, Қажымұқан атасы сияқты жеңімпаз болса деп. Аллаға шүкір, Қажымұқан атамызға жетпесек те, ол кісі сияқты 48 мемлекеттің алтын медалін кеудемге тақпасақ та, Аллаға шүкір, анам мұхит асып Америкаға барып, Европада біраз жер аралап, Аллаға шүкір, азды көпті спорттан жетістікке жеттік. Анау ауылда жүрген кезде біз ойламадық, әлемді аралаймыз деп, әлем чемпионы боламыз деп, Америкаға барамыз деп, Лондонға, Парижге барамыз деп ойламадық. Я, жігіттер, сендер ойлай алмайсыңдар, ол қалай мүмкін емес қой деп. Бірақ еңбек етсеңдер, ниеттерің дұрыс болса, Алла Тағаладан сұрасаңдар, ата-аналарының батасын алсаңдар, кез келген нәрсеге жетуге болады екен. Сондықтан мен де, құрметті жігіттер, бала кезінде анам айтады, неге сен спортқа бердің дейді. Өйткені сен кәдімгі сотанақ бала болатын, сен тұрғында тұрмайтын, шапқылап, мысалы біздің үйден кейін қора бар, қорадан кейін ол кезде ауылда білесіңдер, дәретхана анау агурок маяна салады, алыс 1 километр жерге. Сол жаққа бару үшін мен үйден терезеден шығамын, секіріп, аяқпен жерге түсіп, портышқа дейді ол кішкентай. Содан бүйтіп шығып, одан қораның үстіне шығып, қораның үстіне шөпке шығып, шөптен 1-2 сағат тұрсақ,
ары қарай келешекке секіріп, одан ғана тұрған бұзауды көтеріп, екі-үш рет ары қарай жаңа айғоқтың басына барып келетін. Қайтып келе жатқанда тағы солай болатын. Соны байқады ма, анам мен Аллаға шүкір, сол энергиясын дұрыс бағыттасын деді ма, сол күреске берді. Кейін Алматыға келдік кішіліктер. Арман қуып, Алматыда болған кезде де 14-15 жасымызда колледжге түстік. Ең алғаш Саман деген қиын. Менен бөлек жаңа бауырларым бар, 6 бауырым болды менен бөлек. Үйдің үлкені болып Алматыға келдік. Ондағы ата-анамызда мақсаты ең алғаш қалаға жүгіргендегі балам, ертең сен қалаға барасың, жақсылап білім ал, біреуге қиянат жасама. Мен саған айтарым, атаңның өсиеті бар, өтірік айтпа, ұрлық жасама деп. Біздің әкем айта ма, жігіттер осылай айта ма, әкелерің? Менің әкем күнде айтатын, балам өтірік жасап, өтірік айтпа, ұрлық жасама деп. Өйткені бұны саған атаң өсиет қалдырған, сендер ұрпағың айт. Шай ішіп отырса, әкем келеді қасыма отырып, қалың қалай ардақ, малды қамадың ба, мен саған бір өсиет айтайын, өтірік айтпа, ұрлық жасама дейді. Ұйықтайын деп жатсам, таңертең ерте тұрып, ана қойларды тауғайда, сиырды өріске айдайсың, содан кейін жақсылап демалу, ерте жатып қаламын. Бірақ мен саған айтамын, өтірік айтпа, ұрлық жасама дейді. Шай ішіп отырсақ деп айтады, сапарға шықсақ айтады. Әкем сол сөзді маған айта берген, соншалық мен ойладым, әкем бұдан басқа өсиет білмейді ма деп. Соны ана сөзді кәдімгі біздің қанымызға араластырып берген соншалық біз сол сөзді сіңіріп өстік. Кейін Алматыға келгеннен кейін де сол әкеміздің, анамыздың берген тәрбиесінің арқасы, әженің тәрбиесі, мен әжеме ризамын. Әжем анау кезіндегі ақсақалдарды көрген, мықты кісілердің тәрбиесінде өскен әже еді. Бүйтіп жүнді тұтып отырады, жаңағы ұршығын иіріп қояды да, ақыры отырып, ей шырағым дейді, мен үнемі айтамын кездескен жерлерінде. Бір ер азамат туса, өмірге келсе, қара жер күңіренеді дейді. Кішкентай балам асық ойнап отырамын қасында. Әже қалай қара жер күңіренеді деймін. Ей шырағым ау дейді, ұршығын тағы үйретті. Бүйтіп жүнін жаңағы мені жіпті еріп отырады. Бұл дегеніміз дейді, егер де бір ер азамат өмірге келсе, қара жердің өзі қуанады екен. Мені қорғайтын ер келді, мені қорғайтын батыр келді, мені қорғайтын жігіт келді деп. Сен де өсесің шырағым, сен де еліңді қорға дегеннен ғой шырағым деп қайтарады, жаңағы ұршығын ере береді. Сонда әже үндемей отырып бізге сондай тәрбие берген екен. Мен оны әбден кейін өсіп, Ардақ Назаров болып чемпион болып, осы елмен кездесуген кезде сол сөздің мағынасын түсіндім. Біз бала кезімізде еркелеп, әкеміздің, шешеміздің қадірін білмей, әженің, атаның қадірін білмей, олардың сөздерін түсінбеуі мүмкін. Бірақ кейін сол шоқпар келіп басына тиген кезде, өмірдің бір қысылтаяң болған кезде, баяғы әженің айтқан сөзі ол саған, әжем айтушы еді ғой, әкем айтушы еді ғой деген сөз шығады. Өйткені әрбір айтылған сөз, атылған оқ, оны адамның басында бәленбай, жаңа терабайттан үлкен флешка бар, соған бәрі жазылады. Бірақ біз балалықпен, шалалықпен ол сөздерді аңдамаймыз. Міне сол Алматыға барып, өзім жалғыз жатақханада тұрып, өзім нан тауып жеп жүрген кезде ата-ананың қасында емес, ата-ананың қасында еркелейсің, тамақ дайын болмаса ренжіп қаласың дегенде, иә балалар, солай ма? Анаң бар, Аллаға шүкір, тамағын дайындап береді, киімін жуып береді, үтіктеп береді. Әкем айтса, такси ма, құрылысшы ма, ол тамақ тасиды дегендей, Аллаға шүкір, қасыңызда болса қандай жақсы. Бірақ ертең Алматыға барасыңдар, Шымкентке барасыңдар, Аллағыңызда шетелге барып оқисыңдар. Осы Шымкент өңірінің жігіттеріне мен ризамын. Бүкіл Шымкент өңірінің жігіттеріне Аллаға шүкір, қазір кәсіпте де, оқуда да, білімде де, үкіметтің жұмысында да өте озық. Кез келген жерде иттер тірі, Аллаға шүкір. Не болашақта осында отырған жас балалардың өзі, Құдай қаласа сендер де ертең барып, мықты кәсіпкер боласыңдар. Алла қаласа сендер де үлкен азамат боласыңдар. Елдің тірегі боласыңдар. Қаншама болашақ чемпиондарымыз отыр. Осы залда мүмкін аз ғана сан шығар, бірақ осы жерде болашақ біздің ел басқаратын азаматтар отырған шығар. Иә? Құдай қаласа, мықты анау шетелге барып оқитын азаматтар шығатын шығар. Бірақ біліңдер, сендер өздеріңнің қазақ екендеріңді,
қазақтың азаматы екендеріңді, ауылдан шыққандарыңды, ауылдың азаматы екендеріңді қарашада қара үйдір, қарайлай жүратыңа дейді. Бұл біздің қарашада қара үйіміз, бұл біздің ауылымыз. Осында өстік, осында жетілдік. Сондықтан мен де сол ауылымды ұмытпай, сол қалада болған кезде мен ата-анамның тәрбиесі маған көмектесті. Анау 90-шы жылдарда ағаларымыз, бауырларымыз біледі біз қатарлы. Мен заман болатын. Бірақ соған қарамастан, бағанағы ата-анамыздың айтқан тәрбиесінің арқасында біз көптеген нәрседен аман қалдық. Өйткені менімен бірге қаншама жігіттер спорт залға, жаңа спорт мектепке түскен, олардың көбі дұрыс бағытты тыңдамады. Сол дүниеге қызықты, ақшаға қызықты, қызыл жасылға қызықты, ертерек машина мінгісі келді, ертерек жаңа блатной болып жүргісі келді. Бірақ оның бәрінің артында біреуді қанау, біреуді тонау, біреуден тартып алу деген нәрсе тұр еді. Магазин тонайды, киоск тонайды, базарға барады, одан ұрлайды деген сияқты, тартып алады біреулерден. Бірақ оның барлығының артында хайыр бар емес екенін маған ата-анам түсіндірген. Мен де жас болдым, мен де қызықтым, мен де машина мінгім келеді, мен де әдемі киінгім келеді, мен де блатной жүргім келеді. Бірақ ең бірінші Аллаға мақтау болсын, бұдан сақтаған және ата-анам берген тәрбиесі. Бір жамандыққа баратын кезде, жігіттер қараңдаршы, бір жамандыққа баратын кезде, ойлаған кезде, мысалы, сол кезде мен анамның бейнесі келетін маған. Үнемі анамның бейнесі келеді. Бала, мен саған тәрбие берген сияқты едім. Неге сен ондайға барасың? Мен сені тірек болсын деп қалаға жібердім ғой. Бауырларым оқытсын деп, ертерек Алматыға барсын деп. Неге сен олай жамандыққа бардың? Деп анамның жылаған бейнесі елестейді. Бір жамандыққа баратын болсаң, бірдеңені бүлдіретін болсаң, ертең сені қамайды апарып. Ал сен қамаған кезде, түрмеге түскен кезде, немесе басқа бір жағдай болған кезде, кім бірінші жылайтын, кім бірінші қайғыратын? Анаң екен, өйткені ана нәзік. Ол байқұс бізді өсіріп, барып, қағып, емізіп, ортаға қосты. Енді ер азаматтың 15 жылға келдім, жігіт болдым деген кезде, ол кісіні жылатып, төмен қарататын болсақ, онда біз ананың ақ сүтін ақтамаған перзент болады екенбіз. Әкенің абыройына нұқсан келтіреді екенбіз. Өйткені әкелер қандай? Әкелердің барлығы қуанады. Менің ұлым бар, атын Әлихан қояды, Дінмұхамед қояды, Бейбарыс қояды, Сұлтан қояды, Ер-Сұлтан қояды, қазір солай ғой. Керемет есімдер қойып жатыр, мысалы, балаларымызға. Бірақ сол сұлтандарымыз темек тартып, Дінмұхамедтеріміз арақ ішіп, Бейбарыстарымыз ләйліп көшеде жүретін болса, қарындастарына қамқор болмайтын болса, өтірік айтатын болса, ұрлық жасайтын болса, ол Бейбарыстың артынан садаға кетсін. Бейбарыс бабамыздың, Дінмұхамед баба аталарымыздың. Сондан қазақта сөзі бар, атына заты сай деген. Көрдің ба? Сондықтан менің де жаңа жігіттер, мен де жас болдым, мен де азамат болдым мысалы. Сол кезде мен үнемі сол анамды ойлайтынмын, анамды жерге қаратпайын деп. Өйткені сен бірдеңені бүлдіретін болсаң, анаң қайғырады. Сен ер жігітсің, сен азаматсың, жарайды, ер жігіттің мойнына құлатқан шірімейді. Сен өзіңнің қолымен жасаған мойнымен көтересің. Бірақ анаң көтере алмайды. Мен талай аналарды көргем. Баласы жаңа сотталып баратқан кезде шаштары ағарып кеткен. Баласы көшеде авария болып, жаңағы денсаулығы айналған кезде анасы жылап көзі көрмей қалған. Анасы жүрегінен, баласының кесірінен 3 рет инсульт алған ананы білемін. Жап-жас 50-ге дейін толып отқан. Жақында 4-ші рет инсульт алып та қайтыс болды. Бұна бір бала ананың жаңағы денсаулығын құртып қана қоймай, оны мына дүниеден жаңағы өлтіріп қана екен ғой, өлтіріп. Сондықтан кез келген нәрсеге, бүкіл нәрсеге сабыр керек жігіттер. Сабыр, кешірімді бол, кең пейілі бол, адамдарға жамандық ойлама. Өзіңе жақсы көргенді бауырыңа жақсы көр. Өзің жегенді бауырыңа бөліп бер. Көпшілік болыңдар, кішкентай кезінен бастап, мектепте отырған балалар отыр, мектепте оқитын балалар. Қолында бір 100 теңгең бола ма, 2 пирожки сатып алды, 2 самса сатып алды, соның бір досыңа бер. Бір самса сатып алған шаң болса, соның жартысын бөліп бер. Солай бөлісіп үйреніңдер.
көпшіл болыңдар, қонақшыл болыңдар. Көшеде бір әже кетіп бараса, аға кетіп бараса, орын беріңдер, жол беріңдер, бірінші үлкендер өтсін, амандасыңдар. Ассалаумағалейкум аға деп, амансыз ба көке деп, әже қалыңыз қалай деп, көмектесейін ба, көмек керек па деп. Машинасы бар жігіттер көшеде машинамен кетіп баратын болса, алып кетейік, әжелерді, баламен тұрған келіншектерді алып кетейік, қыздарды алып кетейік, қарындастарының түн ішінде қалмасын. Ол ауылда қарапайым қызы шығар, ақшасы жоқ шығар, үйіне жете алмай тұрған шығар. Өмірдің мәні сонда. Өмірдің мәні. Өмір бір-ақ рет беріледі, екі рет берілмейді. Жоқ, кімге берілді екі рет? Беріле ма жоқ бізге? Жігіттер берілмейді. Сол бір-ақ рет берілген өмірді жақсы өмір сүру керек. Адамдарға пайдалы болу керек. Адамдарға жақсы адамдарға пайдалысы. Ең жақсы адам кім дегенде, ең жақсы адам адамдарға пайдалы адам. Ең жақсы адам кім дегенде, ол тілімен де, қолымен де ешкімге зиян тигізбейтін адам жақсы адам екен. Өйткені біз өмір бойы қысылтаяңда өмір сүрмейміз, өмір бойы ауырмаймыз. Бір жылына бір 2-3 рет ауыратын шығармыз. Тұмаумен, басқа жағдаймен, Алла сақтасын, енді мүгедек болып қалған басқа жағдайдан. Бірақ соның өзінде өмір бойы ауырып жатқан сияқты боламыз. Үйімізде бір кішкентай ақшамыз болмай қалса, өмір бойы кедей болып қалған сияқты жағдайда боламыз. Бірақ Алла Тағала сендерді жақсы жаман күйге салып сынаймыз дейді. Денсаулықтарыңнан, малдарыңнан, жандарыңнан дейді. Ақырын ғана кесіп қоямыз дейді. Сол кезде біз шүкір етуші Алла Тағала құлдардан болайық, сабыр етушілерден болайық. Мінездерің ол артында болу керек. Сабырдың киімін кию керек, сабырдың шапанын киіп жүру керек үнемі. Қолдарында мейірімнің шырағы болсын. Тілдерінде кешірім болсын, жүректерің мейірімге толы болсын. Сондықтан, құрметті жиналған кішкентай батырлар, азаматтар, сендерге айтарым, мына үйдегі аналарыңды сыйлаңдар, әлсіз жаратылысты, қарсы келмеңдер, тыңдаңдар, құрметтеңдер. Елге қызмет ету бізден басталады. Егер сен бала кезінен бастап, елге қызмет ете алмасаң, бала кезінен бастап үлкенді сыйлай алмасаң, бала кезінен бастап қатыгез болсаң, қатамары болсаң, жылпос болсаң, өтірікші болсаң, спортпен айналыспасаң, мұғалімдерді сыйламасаң, ата-анаға қарсы шықсаң, білімсіз болсаң, сен үлкейгенде дәл сонымен қаласың. Біз ойлаймыз ғой, 20-ға толасың, жақсы жігіт боласың, 30-да ордан боласың, 40-та қамал аласың, 50-де ел ағасы боласың, 60-та ақсақал болып төрді тұрасың деп. Өтірік оның барлығы. Егер сен бала кезінде мықты болмасаң, бала кезінде ақылды бала болмасаң, дана бала болмасаң, білімді бала болмасаң, мейірімді бала болмасаң, мана Қазыбек би, Төле би, Айтеке би, бабаларымыздың барлығы 8 жасынан бастап, 7 жасынан бастап тауға түскен. Ана Төле би бабамыздың өмірбаяны керемет күтті оқысаңдар. Сонда жас бала өздерінің сияқты 6-7 жасар Құдайберді деген атасымен бірге шығып, анау бір 10-20 шақырым жерге барып, елді қорайды екен. Өйткені ол заманда жаугершілік заман. Білесіңдер, мына жақтан жау шабады. Сол кезде тайына мініп алып, елді қарап жүреді екен. Бала кезінде. Күндердің бір күнінде мына Айтеке би атамыз 8 жасар бала кезінде қой бағып жүреді далада. Содан бір топ алдынан бір ақсақалдар шығып келеді. Ассалаумағалейкум ақсақалдар деп амандасады. Уағалейкумассалам шырағым. Әй шырағым, мына Қосуақ бидің ауылы қайсы дейді. Қосуақ бидің ауылы мына тұрған қырдың астындағы ауыл ақсақалдар. Қосуақ бидің ауылында не жұмыстарыңыз бар дейді. Бір баламызда Қосуақ бидің ауылының аты теуіп өлтіріп, соның құнын даулап келе жатырмыз дейді. Ердің құны 100 жылқы бұл кезде. Сонда бағана кішкентай Айтеке айтқан екен. Егер есікте тепсе, балаларыңызда есікте тепсе бүтін құн, жабықта тепсе жарты құн, түзде тепсе 4-тен 1-ін аласыңдар. Ол Қосуақ биде осын айтар, осын айтпаса қосып айтар деп айтқан екен. Содан бағанағы ақсақалдар Қосуақ бидің ауылына барады. Сөйтсе бағанағы ат теуіп өлтірген баланы түзде тепкен екен. Ердің құны
100 жылқы, соның 4-тен бірі 25 жылқыны алып елдеріне қайтқан екен. Есікте тепсе деген киіз үйдің жаңағы орданың алдында тепсе, егер біреу барып маңайшаға атты байлап, бала шығып түйе өлтіретін болса, бүтінмін деген. Өйткені сол елдің адамдары кінәлі. Ал егер жабықта тепсе деген бағана мамағаштың қасында бала барды ол жерге аяғымен, аттың аяғына. Өрен тепсе жарты күн. Ал енді ана жайлауда түзде тепсе, жайлауда тепсе, бала алысқа кетіп қалып тұр ғой, анасы еге болмай. Соның аттың аяғына кіріп, атты үйге өлтіріп қойған екен. Сөйтіп 25 жылқыны алып қайтқан екен. Сонда бағанағы ақсақалдар таң қалып, осы уақыт бидің осы берген жауабын ана даладағы бала айтты ғой, қойшы бала. Ол кім екен? Бар атын сұрай айтқан кезде Әйтеке, Айтық деп айтқан екен. Айтық. Сол 8 жасынан бастап Жалаңтөс Баһадүр атамыз Самарқанды билеушісі. Сол Әйтекені алып кетіп, анау Самарқанда медресені оқытқан. Билеріміздің барлығы Құранды жақсы білген. Мына Бұқар жырау, ой, Бұқар деген ол жырау, бірінші тілеңіз бір Аллаға жазбасқа деп, жаңа өлеңдерін ғана білеміз, жырау ретінде білеміз. Олардың барлығы ұлы ұстаздар болған. Мына недегі Көгілташтағы Бұқара медресесін бітірген, Бұқарадағы Көгілташ медресесін бітірген қари болған екен. Дініміздің тірегі болған олардың барлығы. Көрдің ба? Кімде-кім Алла Тағаланы жоғары көтереді, кімде-кім Алла Тағаланы ардақтайды, кімде-кім Алла Тағалаға жалпы жүрегі, ниеті Алланың абыройын көтерсе, Алланы ұлықтаса, ұлықталады. Алланың дәрежесі көтерген адам, оның да дәрежесі көтеріледі екен. Ол тарихта қалады екен. Абай да, Төле би де, Қазбек те, Абылайхан да, Қабанбай, Бөгенбай, Әйтеке, Абай болсын, кешегі Ахмет Байтұрсын, Әлихан Бөкейхан, Мағжан, осылардың барлығы медресенің түлектері. Жүректерінде иман болды. Жүрегінде иман болмаса, еліңе қызмет ете алмайсың. Текті болмаса, еліңе қызмет ете алмайсың. Тегің дұрыс болмаса, ата-анаңды сыйлай алмайсың. Бүгін қазақ елінде болып жатқан көптеген нәрсенің барлығы тегінде, түбінде шикілік бар. Тегінде шаталық бар. Тегінде асылдық бар адам жамандыққа бармайды. Тегінде асылдық бар адам ол еліне қызмет қылады. Ауылына жақсылық жасайды. Еліне жасайды. Жоқ дегенде ата-анасын құрметтейді, ата-анасын сыйлайды. Ата-анасына жамандық келтірмейді. Бауырларына қамқор болады. Кейін отбасына мықты әке болады, ана болады. Тастамайды әйелін. Балаларына қамқор болады. Қанаттыға қақтырмайды, тұмсықтыға шоқтырмайды. Өйткені оның тегі асыл. Сондықтан мына жерде отырған жас балалар, сендер қазақ елінің тірегісіңдер, сендер батыр болуларың керек. Сендер қазақтың болашағысыңдар, сендер мықты болуларың керек. Спортпен айналысу керек. Қазір мектептерде боқтап сөйлейді. Бәрін-бәрі балалар орысша боқтап сөйлейді. Небір шысы бар, небір зысы бар, небір жаман сөздер айтады. Тіліңді былғама жамандыққа. Елдің бәрі сөйлейді екен деп сен сөйлейсің ба? Елдің бәрі өледі екен деп сен өлесің ба? Сен өзің жеке тұлғасың. Сен қазаққа керексің. Сен ата-анаға керексің. Сен осы елді мекенге керексің. Бәріміздің осы кездесуден шыққаннан кейін мен қазақты көтеремін, мен білімді боламын, мен мықты боламын деген бәрімізде жаңағы мықты ой болу керек, мықты мақсаттар, армандарымыз болу керек. Мен де бала болдым, ойлағам жоқ, әлем чемпионы боламын деп. Спортқа қатысу керек. Ауылда бар ма спорт? Қандай спорттар бар? 13 түрі бар. Қандай керемет. Келес ауданында спорттың 13 түрімен шұғылданып жастар. 2928 спортшы бар. Келес ауданы қазір біздің Келес ауданында Азияның 2 дүркін күміс жүлдегері бар, әлем чемпионатының қола жүлдегері бар. Мына кеше ғана Азия ойындарының чемпионы болған Ташкенбай осы Келес ауданының тумасы. Келес ауданында спортпен айналысатын жастар өте көп. Тамаша, Алла разы болсын. Аллаға шүкір, міне жаңа мешіттеріңізді көрдім. Қандай зәулім мешіт, ондай мешіт кейбір қалаларда жоқ, ауданда бар.
мына кішкентай бала тұрыңдаршы, 4 оқитын, 5 оқитын, 3 оқитын, 6 оқитын, 7 оқитын балаларға не? 8 оқитын балаларға тұрыңдар, 8 класстар, 7-лер, 6-лар, 5-лер, 4-лер. Спортпен айналысасыңдар ма? Сен ана сары бала тұр. Анау қасында, иә, тұр, орнында, тұр. Иә, дұрыс. Бәріңіз спортпен қатысасыңдар ғой, иә? Кім 50 рет отжимание жасайды? Қолдарын көтеріңдерші. Кім 50 жасайды? Кім 70 жасай алады? Кім 70 жасайды? 70 отжимание. Кім 100 жасайды? Қолыңды көтерші, 100 рет. Кім жасайды? Сен қай сыныптасың? 7 оқисың, ә? Кім 100 рет жасайды отжимание? Сен жасай аласың ба 100? Беріңіз. Кыма? Көрейік, тексерейік 100 рет. Тағы кім жасай алады 100 отжимание? Кішкентайлардан. Кім бар? Мен қазір айтам, мен саған мына келес аудан жігіттері 100 рет отжимание жігіт таппадым деп айтам қазір. Кім бар 100 рет жасайды? 100 отжимание. Кімдер? Екеуіңіз жігіттер. Жасай аласыздар ма? 100 рет? Ал. Кел ау, кел. 100 рет. Тағы бар 100 рет жасайтын. Жігіттер бар ма? Жігіттер, батырлар 100 рет отжимание жасайтын. Шын бар. А? Жылап жасайды. Жасайды, көй айналайын. Болашақ біздің бокстан Америкаға беретін қазақ туын көтеретін жігіт. Ба? Кел ау, әке болды. Бірден ауырып болса болған. Атың? Кім? Ақтат. Шыққанның өзі Аллаға шүкір. Кім шығады дегенде мені 100 деп көрсетті өзінің. Барынша осылай болу керек. Қазақтың жігіттері жасай алмасына шығып, талпынып, елені кім орғайды дегенде мен деп бәрібір шығуы керек. Қарындасын кім орғайды дегенде мен деп бәрібір шығуы керек. Бәрібір тұрып қалды, 100 деп қорқып қалдық та. Ана 5000 теңгені ата-аналар балаларыңды ол туған кезде бір кесек ет дейді бала. Ол жанынан және тәннен тұрады дейді. Баланың жанынан тұрған тәні тәрбиелеңдер дейді. Өйткені тәні күшті болса, спортпен ол жанын сүйрейді екен. Ал баламыз әлсіз болса не істейді ол? Әлсіз болатын болса, онда ол жанын сүйрей алмайды екен, тәнін. Сондықтан тәні мықты болу керек, денесі қуатты болу керек балалар. Сондықтан Аллаға шүкір ауылда кішкентай кезден бастап спортқа беріңіздер, ата-аналар, жігіттер. 5 жасынан бастап гимнастикаға беріңіздер, таеквондоға беріңіздер, жаңа бассейнге беріңіздер, жеңіл спортқа. 7-8 жасынан бастап дзюдоға беріңіздер. Одан кейін барып жаңағы каратеге беріңіздер, jiu-jitsuға беріңіздер. 13-14 жасынан бастап боксқа, грек-рим күресіне, классикаға беруге болады. Оған дейін жеңіл спорттар. Балалар көп қинауға болмайды, энергиясы көп балалардың, бірақ жаңағы жеңіл спорттарға беріп, денесін созып, күнде дайындайтын болсаңыздар, ертең ол балалар спортпен өскен бала жаман болмайды. Мысалы, мен класстастарым 9 класстан бастап, 8 класстан бастап темекі тартты менің класстастарым. Бармаға темекі тартатын қоларын көтеріңдерші. Ешкім көтермейді. Рас қоя, барма 8-де темекі тартатындар, класстастарымда бар ғой, білдірмей тартып жүргендер, білесіңдер. 9-ларда бар мысалы. 10 класстан бастап арақ ішті балалар. Ауылда
талан айтпай-ақ қояйық, алдама талан айтпай-ақ қояйық. 11-ші класста біздің класста арақ ішпейтін бала қалмады. 2 бала ғана, 3 бала ғана ма. Сол кезде мені сақтаған арақтан да темекіден де жаңағы Аллаға шүкір деп айтайын, сол спорт. Өйткені бізде биік мақсат болды. Тазалық керек, спортқа ішпеу керек, тартпау керек. Уақытында ұйықтау керек, режим болды. Бапкерім соны құйды бізге. Ал кейін Аллаға шүкір Алматыға келгеннен кейін жақсы ұстаздардың қасына барып, арақтың харам екенін, оның жаман екенін, оның зиян екенін айтты бізге. Оның бәрі бала кезінде әжеміз айтатын. Сондықтан сендер де балалар, болашақта да азаматтар, өссеңдер де ешқашан арақ ішуге болмайды. Ішпеңдер ешқашан. Аға болсаңдар, 40-қа келсеңдер де. Мен мына стакан деген нәрсені ұстап көрген емеспін қолыма. Өмірімде. Мен жаман болдым ба арақ ішпегеннен? Темекі тартпағаннан мен жаман болдым ба, айтшы? Болған жоқ. Аллаға шүкір. Наоборот, жақсы боласың. Мынау опа келтірмейді арақ деген нәрсе. Ертең бауырыңды ұрасың, ертең жамандыққа барасың, көлік айдайтын болсаң ертең аварияға түсуі мүмкін, ата-анаға қарсы шығасың, әйелін ұрады, бала шағасын сабайды деген сияқты. Сол сияқты темекі де денсаулығын құртады. Әрбір темекі тартқан сайын бір талым сенің бірнеше секундқа өмірің қысқарады екен. Күніне миллион адам өледі екен темекінің кесірінен. Әлемде миллиондаған адам бір күнде жан тапсырып отырады екен. Темекінің кесірінен рак ауруы бар, туберкулез бар. Соның бар темекінің кесірінен. Денсаулығың жоқ, күріш өтөлесің, тісің сарғайып кеткен, бетің қарауытқан деген сияқты. Сасық бүкіл денеңнен шығады, иіс қандай жаман. Сондықтан темекі тартқандар, жастар, балалар, қарындастардан қамқор болыңдар. Қарындастарың бар ма? Бар ғой, иә? Қарындастарыңа барып бір жігіт тиісетін болса не істейсіңдер ол жігітті? Тағы не істейсіңдер? Мойнын бұрап жұлып аламыз десеңші. Дұрыс қой, иә? А неге сен біреудің қарындасына тиісесің, біреудің қызына неге тиісесің? Кластас қыздарыңа. Оның ағасы жоқ па, әкесі жоқ па? Сонда өзінің қарындасы сияқты көру керек. Бүкіл қазақтың қыздарын. Жарай ма жігіттер? Келсеңіз ба? Өйткені біз қара көздер, біздің қыздарымыз, бәрі қарындастарымыз. Ағалары мықты болған кезде қарындастарына ешкім тиіспейді. Сондықтан сендер мықты болуларың керек. Жарай ма? Спортқа қатысамыз ба? Осы тұрғаннан кейін қатыспайтын болар, міндетті түрде қатысыңдар. Жоқ дегенде күнде үйде турник жасап қойыңдар. Боруссия баяғыда біз жағдайымыз жоқ, бірақ мынандай діңгек тоғантамызда, сол діңгекке киіз байлап қоятынбыз. Киіз. Аяққа тибейтін және қолмен ұратын. Сол киіз біздің грушамыз болатын. Одан кейін ана картошка таситын қалың мешоктар болатын. Соны 2 қабаттап, соны құмға толтырып, жартысын опилкаға толтырып, соны ұратынбыз. Бізге ешкім жаңағындай берген жоқ, сатып әкеп берген жоқ. Соны қолымызға нені байлап алып, матаны сөйтіп ұрып дайындалатынбыз, тауға жүгіретінбіз күнде. Соның бәрі неме екен. Сондықтан спорт міндетті түрде керек, жігіттер. Одан кейін қайда болсаңдар да Алладан қорқыңдар. Мысалы, қазір үйден шыққан кезде жігіттер, бізде балалар, азаматтар, жас жігіттер отыр мына. Ата-анамыз үйден шығарып салды, ата-анамыз көрген жоқ. Сенің не істеп білмейді да. Бірақ Алла көріп тұр ғой. Алладан ұялу деген бар. Алла көріп тұр деген нәрсе бәріміздің бойымызда болу керек. Өйткені Алла Тағала ең ұлы, бәрін көруші. Бізге өмірді сыйлап отырған кім? Алла Тағала. Жақсылық беріп отырған кім? Алла Тағала. Денсаулық берген кім? Алла Тағала. Ата-анамызды берген кім? Алла Тағала. Рызық несібеміз де, көретін көзіміз де, денсаулығымыздың амандығы да, оның бәрін берген Алла Тағала. Енді біз оған қиянат жасауға болмайды. Одан кейін ата-анамыздың көзінше істемейтін нәрсені, ата-анамыздың көзінше жаңағы сөйлемейтін нәрсені көшеде сөйлеуге болмайды. Ата-ананың алдында сен кірістап жүрсің ғой, анашым, әкешім, әкетай, ана, апа, мама бәрі жақсы деп отырасың. Мектепке барасында боқтап сөйлесің, мұғалімге қарсы шығасың, көшеде тіпті отырасыңдар. Ата-анамыздың алдында жасамайтын нәрсені көшеде жасама.
Ер жігітке 200-ді болуға болмайды. 200-ді білесіңдер ма? Иә. Ер жігіт бір мінезде болу керек. Бір сөзді болу керек. Айналайындар. Енді сұрақ жауапқа көшсек болады. Сұрақ қойыңдар, мен жауап берейін. Қандай сұрақтарың бар, көкейлеріңнен жүрген. Соған байланысты жауап беремін. Ал кім қойын сұрақ? Кім батыр? Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, ұялмаңыздар. Қош келдіңіз ағатымызда. Қош келдіңіз. Сізге қоя отырам ағатымызда, осы дін жолына қалай келдіңіз? Мысалы, сіздің естіп отырамыз, ата-ана жайында жалпы. Бір белгілі ұстаздардан ілім аласыз ба, сол жайында кішігірім айтып кетсеңіз. Жақсы, рахмет. Бүгінгі діни басқармадағы имамдарымыз, ұстаздарым, барлық менің ұстаздарым, бәрімен тығыз байланыстамын. Кез келген мәселеде ақылдасып отырамын. Имамдармен, барлығымен, мүфтиден бастап, баяғы мүфтилермен де, бәрімен. Ең бірінші менің ұстазым әжем. Әжем тәрбиеледі мені. Сол жаңағы ұршығын иіріп отырып, шырағым дейді, Самарқанды көк тас ерігенде аспаннан Иса түседі екен, жерден мәді шығады екен деп айтады. Таң қалам, елестетем, Иса пайғамбардың сүгірет қанын жаңағы мәді деген кім дейді. Шырағым ол осындай деп оны түсіндіреді. Одан кейін Нәңкүр Мүңкір деген періште болады шырағым дейді. Кейін бәріміз өлеміз ғой дейді. Алла тағала бізге ақ өлім берсін деп тыңдап отырады. Ешкімге масыл қылмай, жанымда Алла тағала деп отырады әжеме. Сонда әже неге өлімді айта бересіз? Шырағым ерте ма кеш пе кетеміз ғой дейді. Содан әжемнің сол тілеген ақ өлімі қабыл болды негізі өзіне. Үнемі күніне 100 рет айтады. Алла тағалам ақ өлім бер. Алла тағалам жанымды қинамай ал. Алла тағала ешкімге масыл қылма деп. Оразаны ұстады әжем. Оразадан кейін жаңа келесі ай Шәуәл айы ғой. Сол Шәуәл айында аср намазына дайындалып, сол дәрет алып келіп, отырып, сол намаз оқиын деп жатқан жерінде әжем кетіп, басын бұрды да кетті. Қараңызшы, қандай керемет. Өлім ешкімге масыл болған жоқ. 80 жасқа дейін өзінің киімін өзі жуды. Әппақ әже болып, ауырмалын тағып, тап-таза болып, оразасын ұстап, ауырған кезде де ұстады. Соңғы кезінде ауырды. Әже ұстамай қойсаң, жоқ шырағым, бұл Алланың парызы ғой дейді. 9 жасынан бастап намаз оқыған, 9 жасынан бастап ораза ұстаған. Маған не бір уағыздарды айтатын, таң қалатын. Кейін Алматыға келіп, жаңағы имамдардан білім алып, кітап оқығаннан кейін сол уағыздар шығады, хадистер пайғамбарымыздың. Содан әжемнен сұраймын, әжем мынаны қайдан білесіз осының бәрін дейді. Шырағым, баяғыда әкем айтатын дейді. Ақсақалдармен бәрі жиналып үйде жаңағы шариғаттан айтып, шежіре айтып отыратын. Сол кезде мен ойын баласы болып тыңдап отыратын дейді. Соны құлағымда қалғандары ғой шырағым деп әже айтады. Сол ең бірінші ұстазым менің әжем имандылыққа тәрбиелеген. Бағанағы Нәңкүр Мүңкір деген періште болады. Бәріміз қабірге барамыз балам дейді. Сол кезде Раббың кім десе, Алла деп айт дейді. Пайғамбарың кім десе, Мұхаммед деп айтасың дейді. Дінің қандай десе, ислам деп айтасың. Осы сұрақ жаттап ал деп айтады. Ла иляха илlallah Мұхаммед расулалла деп айтып жүр шырағым деп әженің осы сөзін үнемі қайталай беретін. Кейін де Алматы қаласына келгеннен кейін бағана діни басқармадағы ұстаздармен жолығып, Құрман деген ағаларымыз болған, солардан үйреніп Аллаға осы 2003 жылы мен намаз бастадым 5 уақыт. 6-шы июньде Аллаға шүкір. Өйткені спорт деген қиын ғой. Өмірде қиын. Егер дұрыс оның мәнін білмейтін болсаң, жолын білмейтін болсаң, өмірде қиналған адамдар өздеріне қол жұмсайды, арақ ішеді, мысалы, омыр болып кеткендер бар, өздерін дарғасқандар, сол өмірді қиыннан шыдап. Бірақ Аллаға шүкір, мен де сол өзім бір жарым жыл ауырдым. 2002 жылы мен 11 жекпе-жек өткізіп, Евразия чемпионы болдым. 2 мәрте. Бірнеше жарыстарды бағындырдым. Жарысқа тұңғыш рет шыққаным ғой. Сонда алға шыққан кезде қасымда достарым барлығы Ардақ емес Ареке дейді жаңағы. О, Ареке, братан, біздің дос, красавчик, о деп жаңағындай бәрімен анда барасың, мында барасың. Содан 2002 жылдың басында мен ауырдым. 2002 жылы. 1,5 жыл қатты ауырдым. Спорт деген жайына қалды.
сол кезде баяғы Ареке братан деп жүргендер ешқайсы жоқ. Күнде больницаға қарындасым келетін жылап. Мына бетім бәрі жара болып кеткен, мынандай көп болып ісіп, көзім жылтырап, жаңағы тісім әппақ болып соған қалды. Айна қарасам жүрегім ауырады, түсімде өзімді көремін. Мен чемпион едім ғой деймін. Маған не болды деймін. Сөйтіп Оралған деген бауырым айтады, маған келіп Ардақ дейді. Алла тағала мен ауыртшы дейді, мен ауырайын дейді. Сен ауырғанша, сен қазақтың оң желдіріп жүрген досымсың ғой. Мен түк істеп жатқаным жоқ, мен ауырайын дейді. Мен Оралғанға айтамын, Ролан, бауырым, Алла разы болсын ниетіңізге. Дос деген осындай болу керек. Бірақ сіз де ауырмаңыз, мен де ауырмайын. Алла шипа берсін деп тілейіңіз, өзіңізге тілемеңіз бұлай. Жоқ деп ана көзіне жас алып жатыр тосын. Сөйтіп больницаға түстім, больницаға. Ешкім жоқ баяғы достардан қасындағы. Сол кезде мен түсіндім, бір дос бар, қалтаңнан малың шыққанша, бір дос бар, кеудеңнен жаның шыққанша, бір дос бар, мұрнынан қаның шыққанша деген бір достар болады екен, көрдің ба? Басыңа жаман дос, ол көлеңке дейді. Күн шықса шығып кетіп қалады дейді. Бұлт келсе басыңа, бұлт өтсе кетіп қалады деп Абай бекер айтпаған. Сол қарындасым ана келеді сол кезде. Содан больницаға түскен күні маған жәрдем беретін Алладан басқа ешкім жоқ екенін түсіндім. Өйткені 6 ай мен сол кезде бармаған дәрігерім қалмады, емделмеген профессор қалмады. Мықты, ең мықты дәрігерлер, докторлар деген бәріне бардым. Ешқайсына шипа болмады, керісінше өршітті жіберді. Сөйтіп мен күндіз түні қолымды жайып, 4 қабырғаның ішінде жаңағыдай қиналумен болдым. Содан больницадан шыққаннан кейін одан да жазылмады, ауылға кеттім. Сөйтіп ауылда жаңағы күн шыққан кезде дұға қабыл болады, жаңбыр жауған кезде дұға қабыл болады, қар жауған кезде дұға қабыл болады. Одан кейін барып түннің ортасында дұға қабыл болады. Жұма намаздан кейін аср намаз ортасында дұға қабыл болады деген уақыттың барлығында мен Алладан шипа сұрайтынмын. Аллаға шүкір, қайтадан Алла тағала шипа берді. 2002 жылы мен Евразия чемпионы болып, бір айдан кейін ауырдым. 2004 жылы мен қайтадан келдім спортқа, Аллаға шүкір. 2005 жылы 25 жасында қайтадан әлем чемпионы болдым. Қараш. Алла тағала шипасына берді. Алла тағала қайтадан менің арманыма да жеткізді. Арманым әлем чемпионы болған. Әлем чемпионы болған кезде Ареке, сен братан, красавчиксің, сен төрде отыр деп ол үшін емес. Ата-анама көмектесейін. Өзім оқи алмасам да, колледж біткеннен кейін ары қарай университетке оқығым келді. Өзім оқи алмасам да бауырларымды оқытайын. Өзім аш болсам да бауырларыма нан берейін. Өзім дұрыс киіне алмасам да бауырларым киінсін. Мен жоғары білім алмасам да бауырларым алсын деген ниет болды. Ана ауылда ата-анамыз қиналып жүретін. Жағдай қиын болатын ол жылдары. Сол кезде ата-анама көмектесейінші. Ана бауырларым бір-бірін аяқ киім киеді, мен ағам аяқ киім кием. Жаңа қарындасым аяқ киім бейбіт киіп баратын сабаққа. Нәскиіміз жыртық, оны шақты рет жаңағы тігіп аласың. Жамап киетіміз нәскилерімізді. Әбден ана күл болып нәски ең соңында тігуге жарамай қалады ғой, соға дейін киетіміз. Бірақ киім болатын менде. Түн ішінде қолғанымда жуам, панафлоға жайып қоям, таңертең кетпей қалатын. Соны түкпеліп белім басып пышылдатып кептіріп, жартылай су, сонымен көшеге шығатынбыз, жұмысқа баратынбыз. Мен спорт залының подвалында тұрдым. 99 жылдан 2002 жылға дейін. 3 жыл. Сол спорт залында жуып, сөйлеп дайындалдым, соны тазалап жүрдім. Бір ғана мақсатым болды, сол ата-анама көмектесу. Мақтан мені мақтасын деп ойламадым. Спортқа келген жаңа себебінде сол жан бақыстың себебімен болды. Ақша табай, көмектесейін бауырларыма деп. Нәтижесінде 5 бауырымды оқыттым жоғары оқу орындарында. Киімдер менің мойнымда болды. Нәскиіне дейін мен алып беретін. Кейін тойларын жасап бердім. Бесеуіне Аллаға шүкір көмектесіп. Кейін көліктерінде көмектестім Аллаға шүкір. Әлі күнге дейін сол бауырларыма көмектессе мен қатты қуанамын. Мен содан орысшадан удовольствие аламыз бауырларым қуанған кезде. Өйткені сол 2002 жылы мен чемпион болған кезде маған жаңағы бір кісі көрінді ке $200 ақша берді.
сөйтіп соған барып телевизор сатып алдым. Ол кезде біздің үйде телевизор болмаған. Ана бұрынғы советский телевизор болатын, горизонт деген. Оны құлағы түсіп қалған, оны плоская бутыльмен бұрайтынбыз. Ол көрсетпейді, антенна үйдің төбесінде. Мен үйдің ішінде тұрап тұрам. Терезенің тура форточкадан бір бауырым қарап тұрады, үйдің төбесінде бауырым қарап тұрады. Оңға бұра, солға бұра, көрсеттім ба? Көрсеткен жоқ. Ана шынтақпен ұрасын телевизорды, бұжып деп жоқ болып кетеді. Тіземен тебесін бұжып деп жоқ болып кетеді. Балева тартқан кезде бар көрсетеді, о көрсетті дейсің. Соны отыратынбыз. Бауырларым ауылда жағдайы бар, 4-5 отбасы бар. Магазині бар, ауылдың әкімі деген сияқты соларда телевизоры бар. Сол үйде бар телевизор көретін. Олар жақтырмайтын, кет деп. Оны көрем, жүрегім оған. Бір бауырларыма бір телевизор алып берейін десем, ақшам жоқ. Өзім мәрең бағып жүрмін Алматыда. Бет баған ақшаны көрген кезде, деп ұстап алып, базарға барып, ана Алатау базарға барып, мен деп барып көкіде. Содан телевизор алып, ауылға барып беріп. Ананы көрген кезде бауырларым олай деп қуанып, барлығы төбесі көкке жеткендей. Ата-анам қуанып, кейін чемпион болған кезде алтын медаль алып барған ата-анам қуанып, той жасап, сонда мен ойладым, қандай жақсы ата-ананы қуандыру, қандай жақсы бауырларына қуаныш сыйлау. Мен ары қарай тағы да қуантамын, тағы да чемпион боламын, дұрыс жүрем, дұрыс азамат боламын, оқытамын, диплом алып беремін, олар да қуанады, олар да чемпион болады, олар чемпион болса ата-анам тағы қуанады. Ата-ана қуанған сайын жасы ұзарады. Ата-ана қайғыға түскен сайын, ата-ана қайғырған сайын жастары, жаңағы олар жастары қысқарады. Жүректерін ауыртасыңдар, төмен қаратасыңдар, әкең төмен қарай, шешең төмен қарай. Сондықтан ата-анаға қуаныш сыйлау, ол сендердің міндеттерің. Ата-ананы қуандыру. Сен бүгін ата-ананы қуантсаң, әкеңді қуантсаң, кейін әке болғанда сені қуантады. Анаңды қуантсаң, кейін болашақта жаңағы бала-шағаны қуантатын болады. Одан айналайындар, өмір деген алма кезек. Ата-анаңды сыйласаң, кейін Алла Тағала тура сондай ата-ана саған нәсіп етеді. Бүгіннен бастап ата-анамызды анашым деп атаңдар. Жігіттер, қараңдар, тыңдаңдар. Мен сендер үшін келдім ғой, анау Алматыдан. Не істеп отырсыңдар? Аналарын сыйламайсыңдар ғой сендер. Тыңдамай өтсіңдер. Үйде ата-анамызды тыңдамаймыз. Мектепте жаңағы ұстаздарымызды тыңдамаймыз. Көшеде ағаларымызды тыңдамаймыз. Ардақ ағаларың келіп тұр, тағы тыңдап отырған жоқсыңдар. Кейбіреуің телефон қарап, жан-жаққа қарап сөйлеп. Сондықтан үйге барған кезде аналарың мен әкелеріңді, әжелеріңмен аталарыңды сыйлаңдар. Анатайым, анашым деп айтыңдар. Әкетайым, әкешім деп айтыңдар. Төмен қаратпаңдар. Бұзық болмаңдар. Бізге Қазақстанға қазір мықты жігіттер керек. Иманды жігіттер керек. Текті жігіттер керек. Күшті азаматтар керек. Өтірік айтпайтын, ұрлық жасамайтын. Бүгін сен қазір ана көршінің тауығын ұрлап өтетін болсаң, ертең өскеннен кейін қой ұрлайсың. Ол өскеннен кейін жылқы ұрлайсың. Ертең министр болған кезде мемлекеттің қаржысына қол саласың. Содан бүгіннен бастап жамандыққа бармаңдар. Бүгіннен бастап тілдеріңе ие болыңдар. Ана TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp деген желіден жаман видеоларды көрмеңдер. Жүректеріңді былғамаңдар. Тап-таза жүректеріңді. Ата-ананың батасын алыңдар. Күнде ата-анамыз жұмысқа кетеді, біз сабаққа кетеміз, кешке келеміз, үйде әкеміз жұмыстан келеді. Күндердің бір күні болады, сен сабаққа қайтып келгенде анаң болмауы мүмкін. Күндердің бір күні болады, жұмысқа кеткен әкең қайтып келмей қалуы мүмкін. Ұзақ өмір сүрсін, жүрген келсін ата-анамыз. Бірақ айтарым, тірі кезде құрметтеңдер. Дұрыс па? Тыңдадық па жандарым? Анашым, әкешім деп құрметтеңдер. Аяқтарын жуып беріңдер, аналарың мен әкелерің. Мына мойындарына үнемі уқалап беріп, массаж жасап беріңдер. Ата-аналарың қолдарын уқалап беріңдер. Батасын алыңдар. Тамақты сендер жасаңдар. Малды сендер қоралаңдар. Ескі қалды сендер сыпырыңдар. Керек болса үй жинаңдар. Біздің үйде 5 ұл, 1 қызбыз біз. Ана қыздың өзі кәдімгі ұлдармен ұл болып кеткен, мен қарындасым үй жинамайды, бәріміз үй жинап, ана извеспен кәдімгідей керегені майлап, үйдің қабырғасын барлығын шаңын сорып, үйдің шаң сорғыш жоқ қой, спортымен барлығын жуып болған дейін анамыз келген кезде кәдімгі тап-таза мына жастықтың өзін былай қырлап қоятынбыз. Жастықтардың барлығын, қолдың бәрін жуатынбыз. Мен ағам бар Қанат деген іштен ұрады, бұқ кеткізіп тура. Егер ана үй тазалағаннан кейін бар тексереді, бір жерде бір шаң болса таяқ жейсің.
армейский закон болатын біздің үйде. Міне, менің бірінші тренерім сол ағам күнде ұрады, 15 рет өтіп барады, ұрады, жұмыс істемесең ұрады, оран тазаламасаң ұрады. Сөйтіп ең соңында удар етпейтін болып қалдық қой, тұра бересің бүйтесің. Сондықтан ағама рахмет, әкеме рахмет, Аллаға шүкір етемін. Осындай қазақ деген керемет халықпыз. Мықты халық қазақ деген, текті халық, әлемді билеген. Білесіңдер мана, Бейбарыс Сұлтан, Селжұқтар, Тоғырылбек, Ертұғырыл болсын, кеше Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Қасымхан, Есімхан, Алтын Орда, барлығы едіге патша мысалы, Аттила дейді оны. Европаның, Шығыс Европаның 100 қаласын өртеген, 100 қаласын. Сөйтіп айтқан, менің атым жүрген жеріне шөп шықпайды деген. Мына 1695 жылы орыстардың елшілері келеді. Бірінші Петр ол кезде патша Түркістанға келеді. Сөйтіп қазақ пен орыстың ортасында қырғын болып жатқан кез ол кезде. Шекаралық аймақтарда көш керуендер тонап алады, саудагерлер өткізбейді. Сөйтіп Петр хат жазады Тәуке ханға. Тәуке хан Түркістанға түріліп тұрған кезі. Арамызда бітім болсын, келісейік, жаңағында саудагерлер тонамасын, шекаралық аймақтарға шабуыл жасамасын қазақ елінен деген сияқты хат келеді. Сол хаттың өзін Алтай жүріп деген екен елші. Сөйтіп хатты ашады. Ұлы патша ағзамның хатын оқимын сізге, ұлы патша ағзам бүйтіп айтады деп хатты оқып жатқан кезде Тәуке хан тақтың үстіне отырады. Сонда патшаның жаңағы елшісі айтады. Ұлы патша ағзамның хаты оқылып жатқан кезде сіз неге орныңыздан тұрып құрмет көрсетпейсіз? Патшалардың хаты оқылған кезде патшалар орнынан тұрып құрмет көрсетеді ғой дейді. Тәуке хан айтады, мен Алланың алдына ғана тұрамын дейді. Ешқандай патшаның алдына тұрмаймын дейді, бас имеймін дейді. Мен тек тұратын жерім Алланың алды дейді. Деген ол рух. Одан кейін қайтаран хатты оқып, ұлы патша ағзамның хаты осылай деп, сіз болмаған орныңыздан тұрмасаңыз, басыңыздан қалпағыңызды алып жаңағы бас киіміңізді алып құрмет көрсетпейсіз ба дейді. Кеше біз Осман империясына барып, Түріктің сұлтаны Ахмет үш басынан бас киімін алып, біздің ұлы патша ағзамның хатына құрмет көрсетті ғой дейді. Сол кезде Тәуке хан айтады, мен Османның патшасы емеспін, мен қазақтың ханымын дейді. Бас киімін алмай қояды. Көрдің ба? Кенесары кешегі. Достойныйда жігіттер. Достойный боламыз ба біз? Қай кезде достойный боласыңдар? Алладан қорыққан кезде, ата-ананы сыйлаған кезде, бақытты болған кезде, иманды болған кезде, текті болған кезде, өзіңнен өзгені артық көрген кезде. Жарай ма? Сол кезде ғана. Сондықтан қазақ елінің болашағы кімнің қолында? Қазақ елін кім қорғайды? Ертең қашамыз ба, жау кірсе? Қорғаймыз ба? Жандарым менің батырларым. Сондықтан аман болыңдар, Алла разы болсын, елде тыныштық болсын. Құдай қаласа келесі келген кезде 1000 ажимын сәтжіктер болсын осында. Келістік па? Одан кейін бүгін сендер келдіңдер ғой, мына ауылдан өте үлкен, сендердің ауылдарың өте үлкен. Ертең мектепке барасыңдар, сол кезде дүйсенбі күні кластастарың айтыңдар, ардақ ағамыз келді, ана Инстаграмды көріңдер біздің. Осылай деп айтты. Алладан қорық деп айтты, ата-ананы сыйла деп айтты, темекі тартпа деп айтты, арақ ішпе деп айтты деп. Достарыма жеткіземіз ба? Бүгіннен бастап ата-анамыз не деп айтамыз? Анашым, әкешім, ардақ ағаларымен кездескеннен кейін балаларының өзгергенін көрсін, анашым, әкешім деп. Өткенде мен лагерьде болған кезде біз жазда лагерь өткіздік, әлемді су деп. Сонда мен балаларды тапсырма берген, барғаннан кейін ата-аналарының аяқтарын жуып беріңдер деп. Қазақстанда өте мықты бір жігіт бар, дәни басқармада. Сол жігіттің баласы келген бізге. Баласы 8 жасар, 7 жасар болған. Содан соң барып, жаңағы әкесі үйде болмайған анасының аяғын жуып берген. Анашым деп. Содан анасы отырған кезде анасының жаңағы басын қолап берген. Анашым, мен сізге уәде беремін, мен мықты азамат боламын. Осы уақытқа дейін сізді ренжітіп қойсам кешіріңізші деп аяғын жаңағы суға жуған кезде анасы мөңкілдеп жылаған ғой. Сөйтіп жаңағы әкесіне звондаған.
анасы жаңа жылап звондап отыр дейді, балам не болып кеткен, бір аптадан өзгеріп кетті ғой деп. Ақылды бала ол, көрдің ба, айтқаны бір рет орындайтын. Сөйтіп жаңағы әкесі келсе, есіне кірген қыздарым күтіп тұр дейді, қолдарында тазик тұз салып, әкетай біз сіздің аяғыңызды жуып берейік. Ұлыңыз анасының аяғын жуып берді, енді біз жаңағы әкемнің аяғын жуып берейік деп. Әкемнің аяғын жуу, анамның аяғын жуу, ол қызмет, ол зарплата емес. Ол қызмет, батасын береді. Риза қылу керек. Олар біз үшін өмірлерін қинап жатыр, біз үшін өмір сүріп жатыр, бізді өмірге келтірді, туды, өсірді, бақты, қақты, емізді. Әкеміз жұмыста үнемі ақша табу үшін. Солардың үмітін біз ақтауымыз керек. Қазір ата-анаңды сыйлап, ата-анаға көмектесіп, ата-ананың үмітін ақтайтын болсаң, сен ертең біл, елдің де үмітін ақтайсың. Ата-анаға көмектессең, елге де көмектесе аласың. Ата-анаға қызмет жасайтын болсаң, еліңе де қызмет жасай аласың. Ата-анасына масыл, ата-анасын сыйламай, жаңағы тамақ ішіп, қарнын қампитып, ішін томпитып, тикток қарап жататын, кітап оқымайтын жас балалар кейін болашақта ол еліне де қызмет жасай алмайды. Өмірің бостан-босқа келген, ана масылдардың қатары көбейтесің. Не көп бәрі? Масылдар көп. Отырып алғанда жазғыштар көп. Анаға не дін жақпайды, не жаңа иман жақпайды, не өкімет жақпайды, не спортсмен жақпайды. Бәрі әйтеуір. Бәрі кінәлі. Бәрі кінәлі. Сол масылдардың қатарын көбейтесің. Сондықтан бүгіннен бастап мынандай болу керек. Мынау не өзі? Жұдырық былай болғанда мықты болады, көрдің ба? Сен де ол жұдырық сияқты болуың керек. Былай шашырап қалатын болсақ, бітті. Сол, Алла разы болсын. Жан жігіттің сұрағын жан жаққа кетті. Рахмет. Алла разы болсын. Өзінің жақсы өмір баяны және осы өмірде түйгенін барлығын жастарымызға жеткізді. Жүрегіне жетіп, құдай қаласа ағамыздың айтқанын істеп, анамыздың, әкеміздің бір сүйген, жақсы көретін ұл болуды, қызы болуды нәсіп етсін. Ағасы көрген рахмет, уақыт бөліп келдіңіз. Алла разы болсын. Біз сізді осы интернет желісінен әр уақыт қарап отырамыз, жастарға беріп жатқан мотивацияңыз, жастарға беріп жатқан тәрбиеңізді қарап, естіп, кейде өзімізде сіздің сөздеріңізден осы мешіттерде пайдаланамыз. Сізге Алла разы болсын дегеніміз келеді. Өмір жасыңыз ұзақ, несібеңіз мол. Алла қаласа елге, халыққа, осындай жастарымызға аянбай қызмет етіп жүруді сізге Алла нәсіп етсін. Бұдан да әрі қарай үлкен жетістіктерге жете беріңіз. Енді біз ауданымызға құрметті қонақ болып келгеннен соң қонақты кәдесіз шығармағанбыз, оны білесіз. Сол үшін біздің осы аудан әкіміміздің алғыс хатыменен осы біздің келесі ауданымыздың осы уақытқа дейінгі тарихы жазылған кітабымыз бар. Соны сізге сыйға тартсақ. Қамтамасыз ету үшін және тәрбиелік мәні бар тақырыптарда отансүйгіштікті сезімдерді қалыптастыруда белсенді жұмыс жасағаныңызды, белсенділік танытқаныңыз үшін алғысымды білдіремін. Біз азаматтардың үнемі таным және тағылым болуын, тәрбиелік қосар үлесіңізді екенін сенім білдіремін. Сізге және отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін деп ауданымыздың әкімі Таскендиев пен Еспаев Ахметбай ағамыз.
Бисмиллахиррахманиррахим. Берімді Алла тағала саған мақтау болсын. Осында отырған менің інілеріме, өзінің құлдарыңа, қарындас әпкелерімізге, ағаларымызға, кішкентай ботақандарға Алла тағала жақсылығын бере гөр. Аман болыңыздар. Елімізде тыныштық болсын. Қуатты мемлекет болайық. Ешкімнен қорықпайтын, ешкімнен жалтақтамайтын, әлемді басқаратын ел болайық. Ата-анамыз аман болсын, бізге тәрбие берген. Балаларымыз аман болсын. Қияметке дейін келген ұрпақтарымыз тақуалардан болсын. Ұрпағымыз есті болсын. Жігіттеріміз намысты болсын. Алладан тілейтінім, екі дүниеде жүзіміз жарық болсын. Сол қазақ халқын қорғайтын жігіттер аман болсын. Арақ ішпейтін, темекі тартпайтын, өтірік айтпайтын, ата-анасын сыйлайтын ерлер аман болсын. Алла тағала қазақ халқының болашағын баянды қылсын. Көк туымыз көк аспанда мәңгі желбіресін. Иманды жігіттер көп болсын, уайымдарымыз жоқ болсын, жүрген жерлерің жаз болсын, айдындарға қаз болсын. Осы азаматтардың жетістігіне күллі қазақ әлі мәз болсын. Осы ауданға береке жаусын, жақсылық жаусын. Алла тағала құт берекемізден айырмасын, қазақ әлі мәңгі жасасын. Аумин. Рахмет. Көрдіңіздер. Ортадан алыңыз, ортадан алыңыз, ортадан. Менің телефоным айы, ортадан. Қазір бәріміз ана менің телефоныма қарайық, инстаграмға салам қазір. Біреуіне қарайық бірінші. Ана камера нет тұрған жоқ па, кедергі жасап тұрған жоқ па? Жоқ, мына мешіт тұрған. Алдында ішке камераны. Былай да алайын. Ой, рахмет. Кішкентай балалар мен сүйіш. Кішкентай балалар кейінді. Кішкентай сөйлеп кетсіңіздер сыздарыңыздар болды. Алла разы қай жақта? Аудандық филиалы, иә? Біз ауданда болғанда үш аудан қарайды. Аудан телеріне барлығы кішкене жақындаңыз. Видеоға түсірмаңызшы, неғып тұрған кезде. Кім түсіреді? Кім жақсы түсіреді? Маман бар ма? Маманы. Кішкене жақындаңыз. Фотоға ма, видеоға ма? Видеоға түсіріңіз, камерамен бірге Прожектор үшін. Аға саламатсыз ба? Бұл келес ауданына келудегі мақсатыңыз? Келудегі мақсат сіздер шақырдыңыздар. Содан кейін қабыл алып келдім. Менде бірақ мақсат қазақ елінде елін сүйетін, ата-анасын сыйлайтын, жанашыр, қарындастарына қамқор, болашағын уайымдайтын азаматтар көбейсе екен. Намысты жастарымыз көп болса екен деген мақсаттармен ғана келемін. Аллаға шүкір, бүгін кішкентай балапандар отыр, батырлар отыр, Қазақстанның, еліміздің болашағы отыр. Әрбір әулеттің түлеген үміттері отыр. Болашағын үміт күткен азаматтар отыр. Осы азаматтар көздері жанып отыр кәдімгі. Осы азаматтар біздің болашағымыз. Сондықтан алдыңғы буын аға ретінде ол азаматтардың жүрегіне жететін бір сөз айта білсек, ол деген үлкен берекелі іс. Мұхтар Әуезов атамыз айтады ғой, ел болам десең бесігіңді түзе дейді. Сондықтан бүгінгі таңда насихат көп керек жастарға. Қазақ текті халық, қазақ өте мықты халық. Біздің бабаларымыздан келе жатқан дәстүрімізге тұнып тұрған тәрбие ғой. Сондықтан бізге қазір бір ғана нәрсе керек, ол тәрбие жастарға. Жастарға өзінің жолын, кім екенін, бабаларын жолын көрсетіп, соны сіңдіре білетін болсақ, әлемде біз ешкім жеңілмейтін мықты ел боламыз. Жастарға берер пайдасы бар ма осының? Бүгін кездесудің ба? Мысалы, TikTok, телеарнада болып жатқан ойын күлкі, ыртыңбай, жыртыңбайлар пайдасы болып жатыр ма? Халықты қайда алып бара жатыр?
әрине оны көргенше осылай берекелі жерге келіп жақсы әңгіме тыңдайтын болса, мысалы универде отырған 200 баланың бір 2 бала түзелсе, ол мен үшін үлкен бақыт. 500 баланың 5-еу түзелсе мен үшін бақыт. Мен ол мыңға келмей, мен тек қана сол 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар сол азаматтардың арасынан насихат алатын азаматтар үшін келемін. Сондықтан сөз түзелсе өзің ел түзеледі дейді. Әлихан Бөкей атамыздың сөзі бар, елді бұзып атқан бұзатында түзейтіні сөз дейді. Егер түзеуге жұмсайтын болсақ түзеледі дейді. Сондықтан қияметке дейін жақсылық пен жамандық ол күресіп атады, ал менің мақсатым жақсылықты насихаттау. Аллаға шүкір, бүгінгі таңда қазақ елінде мынандай жастар өсіп келе жатыр, керемет елін ойлайтын азаматтар өсіп келе жатыр. Ауылыма қандай пайда келтірсем, қалай жақсылық жасасам деген азаматтар өсіп келе жатыр, өсіп келе жатыр. Және бір кеше мен инаугурацияда болдым, президент ұлықтау рәсімінде. Президент керемет сөздер айтты. Кім әділ, кім аманатқа қиянат жасамайды, кім ел үшін, болашақ үшін жұмыс істейді, сол бізбен бірге деп. Кеше мен Қағбада болған кезімде бір ғана нәрсе тіледім, халқымның амандығы деді. Сондықтан мен осы айтып отқан сөзім, әділетті Қазақстан, болашақ үшін жұмыс істеймін деп отқан сөзімнің барлығы ол жай ғана сөз емес, бұл іске асады деді. Сондықтан бүгінгі таңда жай көпірмен сөз емес, ұран желеулер емес, нағыз ішке көшетін заман. Өйткені біз өзгермесек болмайды, әлем өзгеріп жатыр. Кеше ғана сіздің қолыңызда iPhone 13 еді, міне бүгін iPhone 14 шықты, ертең 15 шығады. Ал біз неге iPhone 6-мен жүре беруіміз керек? Сондықтан бізге де қазақ заманауи, мықты, білімді, бірақ өзінің тегінен ажырамаған халық болуымыз керек. Көрдіңіз ба? Өзіңіздің бала күнгі арманыңыз қандай еді? Бала күнгі арманым ғарышкер болу еді. Ғарышкер болғаным жоқ, бірақ әлемді аралап көрдім. Аспанға ұшпасақ та әлем чемпионы болдым. Сол менің арманым орындалды деп сенемін. Негізгі арманым, мақсатым Алланың разылығы. Екінші арманым, мақсатым халықтың амандығы. Халық аман болса, атанам аман, халық аман болса, менің балашағым аман. Үшінші арман, мақсатым балашаға жақсы тәрбие беру, ата-анаға жақсы ұл болу. Шамам жетсе, одан артылған уақытты осы жастарға жұмыстау. Мен қолыммен де, тіліммен де, ісіммен де халыққа, жастарға көмектесуге дайынмын. Аллаға шүкір, спорттан мектеп аштық. Алланың қалауымен 16 әлем чемпионын дайындадық. Одан кейін барып, әлем скул деген жаздық мектептер аштық. Қаншама балалар тәрбиеледік. Енді мінекей балабақша ашып жатырмыз, келесі жылы мектеп ашамыз. Оның барлығы осы ұлт үшін, болашақ үшін. Өйткені біз, мен білмеймін, Ардақ Назаров білмейді қанша өмір сүретінін, бірақ Алланың берген сол ғұмырын мен әйтеуір жақсылыққа себепкер болсам, жақсылыққа жаңағы өмірін пайдалансам деген ой, өзімнің мақсатым бар. Ардақ аға, енді мына өзіңіз спортқа келген мәселеңізде, ол да қай кезден басталды және оған ата-аналарыңыздың бір демеушілігі болды ма? Қазіргі жастарға қалай басталудың сол жолын айтып өтіңізші. Негізі менің өмірім ауылда туғаннан спорт. Қора тазалайсың ба, атқа мінесің ба, бәрі спорт болды. Бірақ күреске мен 4-ші сыныптан бастап қатыстым. Анамның арманы болған екен, жаңағы чемпион болса деп. Анамның арман орындадым деп ойлаймын мен. Әкеме рахмет, анама рахмет, осылай маған тәрбие берген, спортқа баулыған, біреуге қиянат жасама балам, өтірік айтпа, ұрлық жасама, жамандық істеме, алтыннан шығады деп сол берген тәрбиелеріне рахмет. Аллаға шүкір, соның жемісін мен бүгін көріп жатырмын. Ата-анамның берген тәрбиесі. Енді әуелі Аллах, кейін ата-ананың тәрбиесі және демеушілігі деп тұрсыз ғой. Иә. Ата-анам кейін ереже жекпе-жекке шыққан кезде уайымдады ғой қатты, бірақ тілеулес болды. Достарым жарысқа шығарып тастаған кезде жеңбесең кеме дейтін. Ата-анам айтатын, аман барып кеш шырағым дейтін. Әйтеуір сенің амандығың керек, сен жеңесің ба, жеңбесің ба, бәрібір сен ардақсың, менің баламсың дейтін. Жеңген кезде сен мықтысың, жеңген кезде сен ешкімге керек болмай қаласың. Қазір мысалы біздің чемпиондарымыз жарысқа шыққан кезде чемпион болса барлығы красавчик деп атады, жеңілсе бәрі жер қылып атады. Сондықтан ол қазақтың баласы, ол жеңсе де қазақтың баласы, жеңілсе де қазақтың баласы. Сонда спорт деген ол бәсеке. Бүгін жеңесің, бүгін бабың келмей қалуы мүмкін, бағың жанбай қалуы мүмкін, бірақ сол спортшыларымызды қадірлеуіміз керек. Ардаға қазіргі енді жастарымызға қысқа да айтып өтетін, өзіңіз сияқты мықты азамат, мықты Қазақстанның батыры, қазіргі батыры болатындай қандай бір басқа қадам бастау керек ол жастар?
адамдық борышын халқыңа еңбек қыл дейді. Ол жаңағы Алла тағалаға құлшылық қылып, ата-ананы сыйлағаннан кейін адамның борышын ол халқыңа еңбек ету керек екен. Сондықтан барлығымыз шәкәрім айтпақшы ақ жолдан айнымай, ар сақтап, оны біліп, білім мен өнер үйреніп, халқымызға қызмет ететін болсақ, шын бақыт мәңгілік осыны ешқашан өлмейсің деген. Сондықтан шын бақыт деген нәрсе сенің артында ізіңде сөзің қалады, ісің қалады. Жаңағы кеше президент айтып отыр, байлық пен билік қолдағы мұз дейді, еріп кетеді дейді, халық мәңгілік дейді. Патшалар ауысады, Ардақ Назаров бүгін бар ертең жоқ адам, басқа азаматтар келеді, бір халық мәңгілік қой. Сондықтан біз халықты көтеруіміз керек, халыққа дұрыс бағыт беруіміз керек. Қазіргі қыздарға не айтасыз ақыл кеңес? Қандай болу керек? Қазіргі жігіттер қандай болу керек? Қазіргі қыздарға айтарым, Алладан ұялсын, ата-анасын төмен қаратпасын. Әкесін жерге қаратуға болмайды. Әкесі байқұс оны қалай тәрбиеледі, қалай өсірді. Қазақтың қыздарының абыройы, қазақтың жігіттерінің абырой ар-намысы сол елдің қыздарымен өлшенген. Әке мен шеше дұрыс тәрбие бере бермесе, ертең қызың барып бір нәрсеге ұрынуы мүмкін. Сондықтан әке ретінде қыздарға дұрыс тәрбие беру керек. Ал қазақтың қыздарына айтарым, иманды болсын, ибалы болсын, Алладан ұялсын және ата-анасын төмен қаратпасын деген. Етек жеңін жинап жүрсін сонымен қатар. Осындай кездесулерден Қазақстан бойынша жүргізіп жатқан сол ғаламторда да, интернетте де көріп жатырмыз. Қазіргі жастар, ер жастар, балдардың көзінен не көресіз? От көремін қазір. Аллаға шүкір, осы соңғы кездерде мықты азаматтар өсіп келе жатыр. Мейлі жаңағы қандай үй сыйлап атқан, мысалы жаңағы небір асар өме болсын, харекетте болсын, жаңағы елге көмек деген бір қорлар ашып, оның сыртында жастар сол елге бір-біріне пайда келтіріп жатыр. Спорттан да, білімнен де жалпы жастар керемет өсіп келе жатыр. Бұл болашақ елдігіміздің керемет көрінісі. Одан кейін әрбір ауылда, аудандар мен қаланы айтпай ақ қояйық, ауылдың өзінде еліне қалай пайда тигізсе деген азаматтар көбейіп жатыр. Бұл берекенің көрінісі, бұл жақсылықтың көрінісі. Осыдан бір 10 жыл бұрын ондай жоқ болатын, жоқтың қасы болатын. Қазір сондай азаматтар көбейіп жатыр. Алла қаласа біз мықты ел боламыз. Мен оған кәміл сенемін. Иншалла. Сондықтан сәт телеарнасы, телеарнаға да сәттілік тілеймін. Есіме де сәт екен. Алла тағала елімізге береке берсін, көрермендеріңіз көп болсын, уайымдарыңыз жоқ болсын, бала шаға аман болсын дегім келеді. Рахмет. Әмин. Рахмет аға, сұхбатыңыз. Баратын ауылға шықпайық. Сіздердің телефондарыңыз қайда? Bir